Мұнайшылар күні қарсаңында еліміздің айтулы мерекесі Қазақстан Конституциясының 20 жылдығы мерекелік медалімен ел экономикасының өркендеуі жолында елеулі үлесін қосқан азаматтардың бірі Омар Ағдрашев марапатталды. Нефтестрой сервис ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысының орынбасары Омар Ағдрашевтың басшылығымен компанияда тың идеялар мен жаңа бастамалар жүзеге асырылып келеді. 5000-нан астам қызметкерді жұмыспен қамтып отырған мұнай және газ саласындағы үздік компания ұжымын Қазақстанның мұнай қызметі компаниялар одағының төрағасы Рашид Жақсылықов арнайы келіп құттықтады. Атырау жер ғана емес, жер ғана бай емес, ермен де бай өңір. Қай кезде үлгі болатын, отанымыздың экономикалық флагманы болсын, басқа саласында да болса үлгі болатын өңір азаматтары елімізге тіреу болатын азаматтар. Сондықтан бүгін сіздерді шын үлкен елбасының елеп ескеріп азаматтардың еңбегін қолдап қоштап өңірге деген елдің экономикасына деген салып жатқан үлесін бағалап беріп отырған наградасын алып келіп тапсыруға келіп отырмыз. Астанадан өткен мерекелеріңізбен, келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл бізге енді үлкен кәсіпорындарымызға абырой алып келеді. Өйткені біздің осындай жұмысшыларымызға солардың осы еңбек істеп, осы Атырау облысына, осы Атырау өңіріне көп үлес қосқан жұмысшымыз. Сондықтан біздер өз атынан осы үлкен марапатқа ие болған інімізге Омар Ағдрашев Шиабылына көп ризашылығын білдіреміз. Әр уақытта өзінің үлкен осы тағы да үлкен жетістіктермен көрініп, қуанытуына біздер тілектестік білдіреміз.